Достар, мен сендерге қызықты 10 дерек пен логикалық сұрақтар қоямын. Ал сендер жауабы дұрыс немесе бұрыс екенін табу керексіңдер. Ал кеттік. Қолтырауындар суда тепе-теңдік ұстау үшін тастарды жұтып алады. Бұл деректі дұрыс деп ойлайсың ба, әлде бұрыс деп ойлайсың ба? Бұл дерек дұрыс. Қолтырауындар тастарды судың бетінде тепе-теңдікте жүзу үшін және су астында терең сүңгу үшін жұтады екен. Және бұл тастар асқазанды қорыту үшін керек екен. Мына есептің жауабы дұрыс табылған ба, әлде бұрыс табылған ба? Жауабы бұрыс. Біз алдымен көбейтуді орындаймыз, одан кейін барып қосуды орындаймыз. Сонда жауабы 20 болады. Жер планетасында 3 мұхит бар. Бұл жауапқа дұрыс деп келсесің бе, әлде бұрыс деп ойлайсың ба? Жауабы бұрыс. Ал кеттік санайық. Үнді мұхиты, Атлант мұхиты, солтүстік мұзды мұхиты және Тынық мұхиты. Сонымен жер планетамызда 4 алып мұхит бар екен. Ананас пальма ағашында өседі. Бұл дерек дұрыс па, әлде бұрыс па? Бұл дерек бұрыс. Себебі ананас кәдімгі қырыққабат сияқты жерде өседі екен. Адамның мұрнының ұзындығы бас бармақтың ұзындығымен бірдей. Қалай ойлайсың, жауабы дұрыс па, әлде бұрыс па? Жауабы дұрыс. Адамның бас бармағының ұзындығы мұрнының ұзындығымен дәл келеді екен. Сенбесең, қазір тексеріп көр. Мына суретте 2 ағаш көрсетілген. Жауабы дұрыс па, әлде бұрыс па? Жауабы бұрыс. Банан ағашы кәдімгі ағашқа ұқсағанымен ол күшті тамырлары бар шөп өсімдік екен. Және бамбуктан кейін банан әлемдегі ең биік шөп болып табылады. Достар, мына логикалық есептің жауабы дұрыс деп ойлайсыңдар ма, әлде бұрыс деп ойлайсың? Дұрыс. Ешқандай құс артқа қарай ұша алмайды. Достар, келісесіңдер ме? Бұл бұрыс дерек. Себебі әлемдегі жалғыз артқа қарай ұшатын колибри атты құс бар. Және ол әлемдегі ең кішкентай құс болып табылады. Адамның жүрегі сол жақта орналасқан. Жауабы дұрыс па, әлде бұрыс па? Жауабы әрине дұрыс. Біз еліміздің ән ұранын тыңдаған кезде қолымызды қай жаққа қоямыз? Әрине сол жаққа, яғни жүрегіміз біздің сол жақта орналасқан. Әлемдегі ең биік тау Анды тауы. Бұл дұрыс дерек пе, әлде бұрыс дерек пе? Бұл әрине бұрыс дерек. Себебі Анды тауы әлемдегі ең ұзын таулардың бірі. Ал әлемдегі ең биік тау Гималайдағы Эверест тауы болып табылады.